Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын түшпәрәні рецептісімен бөлісетін боламын. Келесі видеомда шоколадный бисквиттің биік болып шығатын рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз начинкасын дайындап алатын боламыз. Картошкамызды жақсылап тазалап жуып, газге қоямыз, үстіне су құйып. Картошкамыз піскенше пиязымызды да майдалап турап, сковородкамызға майымызды құйып, пісіріп аламыз, қызартып. Ендігі кезекте қамырына біз 150 грамм суымыздың үстіне 50 грамм сармайды бөлме температурасына немесе ерітіп қойсаңыздар болады. Үстіне татымына қарай тұзымызды қосамыз да, бір ас қасық соданы толтырмай, осындай 6% уксуспен үстіне құямында суымызға құйып, алдын ала електен өткізілген ұнды қосамыз. Мен де ұнды көз мөлшермен қостым. Қамырымызды жақсылап илейміз. Сосын тағы да иін қандыру үшін 2 рет елеп 5 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Пісіп шыққан картошканың үстіне осында қуырылған пиязымызды татымына қарай тұз бұрышымызды салып, осымен начинкамыз дайын болды. Енді кезекте иі қанған қамырымызды тағы бір иілеп, қатты емес, орташа иімізді тағы қайтарамыз да қамырымызды, сосын қамырымызды жаямыз. Достар, қазақша футболктың қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұраймын. Егер видео ұнап жатса, өздеріңіз туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осымен барлығын осылай түйіп аламыз. Видеодағыдай қызып тұрған майға қуырамыз. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецептерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен біздің түшпәраларымыз дайын болды. Өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі видеода қандай рецепті түсіргенін қаласаңыздар, менің комментарийдің астына жаза кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін.